Райхан Мұратқызы, бүгінгі форумда қандай мақсатта өткізудесіз? Енді бүгінгі облыстық форум елбасымыз Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың жолдауында ұсынған жас мамандарды қолдау мақсатында химия және биология пәндерінде сабақта олардың зерттеушілік мәдениетін қалыптастыру үшін білім саласындағы перспективаларын қарастыру және ондағы қиындықтарды жою, талдау мақсатында облыстық форумды ұйымдастырып отырмыз. Бүгінгі форум қандай бағыттардан тұрады? Негізгі форум екі бағыттан тұрады. Біріншісі пікірлесу алаңы. Бұл жерде әр маман өзінің көзқарасы бойынша, менің ойымша, менің тәжірибемнен іс тәжірибесі туралы баяндама жасайды. Екінші шебер сыныптар. Бұл шебер сыныптарда мұғалімдер өзінің іс тәжірибесін осы келген әріптестерге көрсетеді. Негізінен форумға 107 жұмыс келіп түскен, соның ішінен іріктеліп өткізілгені 6 баяндама және 6 шебер сынып. Бүгін соны біздің әріптестеріміз қазір тамашалау барысында. Біз бірінші бағытын аяқтадық, енді Құдай қаласа екінші бағытты бастайын деп отырмыз. Рахмет, Райхан Мұратқызы, сәттілік сіздерге. Рахмет. Саламатсыз ба? Өзіңізді таныстырып кетсеңіз. Саламатсыз. Мен Ордабасы аудандық білім бөлімінің химия биология пәнінің әдіскері Бәкір Тамарамын. Тамара ханым, бүгінгі форум жайлы өз пікіріңізді білдіріп кетсеңіз. Бүгін міне бізде осы өрлеу мұғалімдер педагогтар біліктілігін арттыру институтында химия биология сабақтарында оқушылардың зерттеушілік мәдениетін қалыптастыру, дамыту бағытында форум өтіп жатыр. Бұл форумға барлық аудандардан әдіскерлер, одан кейін жаңағы алдыңғы тәжірибелі пән мұғалімдері қатысып жатыр. Бізде форум жалпы облыс бойынша 3-ші рет ұйымдастырылып отыр. Енді бұл жерде біздің әріптестеріміз өздерінің іс тәжірибесімен бөлісіп жатыр. Мені қуантатыны осы әріптестердің ішінде көбінесе әсіресе биыл жас мамандар көп екен. Барлығы өздерінің мектепте бізде енді қазір жаңартылған білім беру мазмұны бойынша біздің негізгі бағытымыз оқушылардың функционалдық сауаттылығын арттыру. Ол функционалдық сауаттылығын арттыру деген сөз оқушы өзінің теориялық білімін практикамен байланыстырып, соны практика жүзінде өмірде қолдана алу, сол бағытта форумда ұйымдастырылып жатыр. Барлық мұғалімдер өздерінің сабақтарында балалардың зерттеушілік қабілетін қалай дамытып жатқанын, оны қалай қалыптастырып жатқанын, одан кейін ол ғылыми жобаға баланы қалай дайындап жатқаны жөнінде өздерінің іс тәжірибелерін бөлісті. Форум өте жоғары деңгейде өтіп жатыр. Мен ризамын. Жақсы, көп нәрсе алып кетіп бара жатыр. Мен енді өзім де ойлап отырмын, өзімнің ауданда да осындай іс-шара ұйымдастыруға болады екен. Біз көп нәрсе үйрендім, көп нәрсеге өзімнің тәжірибемді арттырдым деп айтсам да болады. Сұхбатыңызға рахмет.